Біз ойладық қой, жәннатқа кіретін қысқа жол осы болады деп. Кейін түсіндік қой, проект екен. Радикалды идеологияға иланып, қарулы қақтығыс аймағына аттанған Жандос Ажмамбетовтың қатаң режимдегі түрмеде биыл 3-ші көктем өтуде. Өтілмеген мерзімі 5 жыл. Сәтбаевтың тумасы террорлық ұйымның сойылын соғып, надандардың қанды қасап қырғынын қолдады. Бізденге кірген кезде Саудияны, нелерін, соларды ғалым санайтын біз, олардыкін дұрыс деп мұсылмандардың қиналып атқандарын көрсетті. Соларды көріп, эмоцияға беріліп кеттік. Жол жоқ артқа қайтатын. Сен уже заложник сияқты болып қалдың да өзі. Шығатын болсам, үлкен ақша керек болды. Каждый адам басына $9,000. Сирияда 2011 жылы басталған текетіресті құлқын құлдары ұтымды пайдаланды. Қару-жарақ, мұнайлы жерді меншіктеп алуды көздеді. Талай жерді қанға бөктіріп, талайдың өмірін қиды. Жанкештілер ордасына жұмақ іздеп кеткен Жандоста тентіреген тірі тауарға айналды. Көшеде жүрудің өзі бір түрлі болатын. Мынаның баласы кетіп қапты, мынаның баласы сондай вахабист, террорист деген өте ауыр. Бомбаның астынан қаншама көміліп тағалды. Көрмегендер жоқ, олар нағыз тозақты көріп кеп отырған. Үкіметке көп алғыс айтам. Адасқан балаларды кешіріп елге әкелгеніне. Биыл тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай президент рақымшылық жариялады. Рақымшылық шарасына қатысты қоғамда алаңдаушылық бар. Жұрт қапастағы қылмыскерлер жаппай босатылама деп қауіптенеді. Рақымшылықтан деген ақтау үкім емес. Әлеуметтік қауқарсыз адамдарды жаңа өзінің белгіленген тәртібі бар, олар босатылады. Сирияға барып террористік топтың мүшесіне терроризмді насихаттау, немесе терроризм акциясын жасауға жария түрде шақыру, сол сияқты көрсетілген мазмұндағы материалдар тарату, террористік топ құру, бұларға мүлдем қолданылмайды рақымшылық заң. Заңда нақты жазған. Заң жобасы аясында қылмыстық жауапкершіліктен босатылуға жататын соттаушылар саны нақтыланды. Бұл халықаралық тәжірибе. КСРО тарихында 22 рет амнистия жасалған. 1992 жылдан бері Ресей Федерациясында 18, Беларусьте 14 рет жарияланған. ТМД елдерінің ішінде рақымшылық Қазақстанда ғана 8 мәрте жасалыпты. Біріккен ұлттар ұйымының шеңберінде терроризмге қарсы іс-қимылды реттейтін 19 құжат бар халықаралық. Қазақстан Республикасы сол құжаттың 19-ның барлығына қосылған. Ол адамдар қылмыс жасап түзеу мекемесінде жазасын өтеп жатқан соң, ондай рақымшылыққа ілінеміз бе, бізге қолданыла ма деп әрине үміттенеді. Халықаралық тәжірибені қарап көрсеңіз, террористерге, экстремистерге рақымшылық жазаны қолданбау практикасы ол басқа елдерде де бар. Сондықтан ол мәселе қаралмайды. Жандос жақын арада бостандыққа шықпайды. Адамзатқа қарсы аса ауыр қылмыс жасаған азаматты елге әкелудің өзі оған жасалған рақымшылық. Оның қазіргі бар тілегі босқындар лагерінде қалған балаларының амандығы. Мусаб, Ахмад, Ильяс, ұлдарым, қалдарың қалай? Денсаулықтарын аман ба? Мен түрмеде болсам да, мен бақыттымын. Өйткені мен өзімнің туған жеріндемін. Үміттеріңді үзбеңдер, мен сендерді жақсы көремін. Беттерінен сүйдім.